Баршаңызға сәлем. Менің арнама жазылып, лайк басып отырыңыздар. Әңгіме тілсіз қоңырау. Қойшының үйі жаңыл ортасындағы алаңқайға түсіп қалған қоңырау сияқты. Айнала ән салған шеңгел. Тікені зәрлі, өзі тұрапсыз болса да, осы шеңгелден әуенді, мұңды, мол өсімдік жоқ. Әсіресе мына күзде шаршаған жерге қосылып, таусылмас сағынышты сазға басады. Шеңгел шуы бала қолды аяққа тұрмай жылағанда, соның алыстан талып естілген дыбысындай. Батыстан бұлдырап түйетау көлбеңдейді, шөккен күйі шалқып сәби даусына тебіреніп жатқандай. Шұбар көкегі жалбаңдап ары-бері ұшып жүр. Алас ауысқан шықылықтап, бұл не сұмдық дегендей жаңылдан жаңылға сусиды. Улы құмның босағасындағы жүгірген аң, ұшқан құсқа бұл одардың тіршілік тынысы, қозының маңырағаны, қойдың меңгірегені, иттің үргені, қойшының айқайы, радионың сарыны бәрі таныс. Ал жылаған баланың дауысы. Кет-ей, мына сорлы қайтеді, баланы қорқытып, үйге кіріп кеткен несі? 2 жасарына нәпсені көтерген қартаң ел тазыға көсеу сермей тап беріп еді, іші шерінген қанша қарын сүйрете-мүйрете, жетімектей жалымсырап, көзі мөлиіп үйден шықты. Табалдырықтан аттай бере, керелең етіп есіктің көзіне көсе салды. Шынаргүлдің қолындағы бала бақырғанда бетінен қауынның түйнегіндей түгі шығып көгеріп қалды. Жоғал, әрірек қуып жібер, албастыдай есіктің көзіне тығып қоймай. Медеу шал бір уыс болып құрысып құты кетіп отыр еді. Іргеде жатқан кебісті созылып ала-сала қадап ұрды. Тазы қаңқ етті де өкшесі сүйретіліп барып үйді айналып кетті. Бала бәрібір бақырғанын қоймады. Мә, ұсташы біраз, менің зілем қақты, деді кемпір. Шал екпіндеп барып баланы алды. Тұла бойы солықтан дірілдіреткен нәрестенің болбыр мойнына мұңын тақап кетіп еді, әдемі шықты. Медеу мас болды. Я, деді шал, дүниеде бұған тең келер жұтар жоқ. Бәу, дейді кәрі кеңсірген жас ескелген сайын жасара түскенде күш тасығандай баланы бәу-бәулеп қатты тербетті. Әй байғұс, ау, қолыңдағыны қозы деп тұрсың ба? Сонша жұлқыладың. Адамның баласы ғой, қолын қосақтап қыспа. О несі, қозының аяғындай ұстағандай қысып алған, деді Шынаркүл. Қайдан білейін, жаман қоймайды ғой жылағанын. Шал қайтадан бүрісіп болып қалды. Баланың мұнда келгеніне де, безек қағып да 2 күн болды. 2 күннен бері шал мен кемпір аяғынан тік тұрып көтерді, жұбанбайды. Барын аузына тосады. Сүт береді, айран береді, құймақ береді, құйрық береді, жұбанбайды. Тек бір дорба мәмпәсиден ұстағанда ғана алданғандай болады да қайтадан көгеректе қалады азап. Ақыры жылай-жылай мәмпәсиде жиі баланың ыстығы көтерілді. Үні бітіп қырылдауық болды. Медеу шалы жыңғыл мен шеңгелді аралап қойға кетті. Қойдың басынан жәрдеміш бала жүрсе де шыдамады. Байғұс шалды қуантама десе қайта одан бетер қартайттың ғой, Серік, деді Шынаркүл қолындағы балаға. Серік түсінбесе де солын баса алмай үлкен адамша күрсініп қояды. Қайнаға сені асырап алып қойыңдар деп бассын берген соң біздің шал бетіне шырай кіріп кәдімгідей құшаңдап қалып еді. Келгелі бері жатырқап жылай-жылай атаңды атап салдың ғой, Серік. Ақымақ болмасаң, бұл атаң кім? Ол атаң кім, бәрібір емес пе? Ол атаңның сенен басқа тағы 6 немересі бар. Ал Медеу атаңда біреу де жоқ. Осы дұрыс пе өзі? Ойлашы, Серік. Жетпей келген ғылыр жексенің бә, деді кемпір кемсеңдеп. Жастайынан жер жастан жуадай солған қу жалғыз, тым құрса сендей бір алданышта қалдырып кетіп еді. Біз сияқты шал кемпірге. Жексенбінің сүйегі Сталинград түбінде баяғыда қурап қалған. Егер бір ғайыптан қайта тіріліп келіп айтар еді: апа, мен неге қарғайсың? Мен саған немере сүйдірмеймін дейсің бе? Дуапай тоқ менімен ақылдасқан жоқ дер едім. Бірақ өмірде ондай қызық болмайды. Шынаркүл әлгі арманына мына Серік түсінбейді. Серіктің өз арманы бар. Ол үбірлі-шүбірлі дүбірлі өз үйін сағынады. Адам шіркін туа салысымен арманшылақ. Серік анда-санда солқ-солқ еткенде басы қоса қозғалып, ісінген көзін жұмып, Шынаркүлдің бауырына сүйеніп ұйықтап бара жатты. Сонда баланың жас иісі кемпірдің мұрнына да келді. Кеудесі әлденеге шымыр-шымыр етіп, шандырлау емшек иігендей болды. Саумал шараптан әлі жүзімнің дәмі шығып тұрғандай, сәбидің тамағынан адамның бір асыл жағының иісі аңқып тұрды. Оның қасиеті сөзбен айтылмайды. Оны тек музыка ғана жеткізер. Ертелегілер қобыздың ботасын үнгенін білдірген, ал үнген ботасын ескегендей еді ғой. Шынаркүлдің әжім тұрлаған көзінен бұрқ етіп жас шықты. Бір тамшысы талқысы ұйықтап баратқан баланың тамағына домалап түсті. Серік етті де ішінен тартып ұйықтап қалды. Кешке туратқа мініп қайнағасы келді. Тереске жоқ, бұғалдыр құпия құшағына енді. Үй түріп еді, Медеу жекіп тастады. Апырау, сары байсың ба? Кештетіп жүруің жайма? Ауыл аман ба? Шүкір аман, өздерің қалай? Үйдегі бала жылаған қоя қойды. Жылқы қарай шығып едім, әншейін амандықтарыңды білейін деп ұрла салғаным. Келгенің жақсы болды. Өзімізде жете алмай отыр едік. Не болып қалды? Серік сыртқа қол шошайтып, әне ата деп деді. Шынаркүл әб өте кең түскір деді. Немере жатырқап, жаман неме жатырқап, деді Медеу теріс қарап. Немене немерең деп қалыпсың, балаң ғой сенің, деді Сарыбай. Медеу әлденен абдырып кебеңдеп тілінің ұшымен күбірлетті де бірдеңе деген болды. Тұраттың тізгінін ұстап ағасының қолтығынан сүйеді. Үйдің ішінде Серік әне ата деді. Баланың көк тамыры көрінген шекесінің қызғылтым қан жүгірді. Жылауы көзінде иненің жуасындай жылтыл пайда болды. Босағадан аттаған атасына кішкентай қолын созды. Сарыбай аттанарда Медеу киіз үйдің сыртынан сүйеніп отырған, бірақ ауық тақиясын алып
бурыл ақшашын сипады. Ақшаштың аясында күн қақап қарайған жүз тотығып әрбір әжіміне дейін айқын көрінді. Әй Медеу, деді ағасы. Қойсаңшы осы қойды. Медеу басын көтерді. Көзіңді жыртитып ашқаннан бағып келе жатсың. Жатсаң түсіңе кіретін, тұрсаң көз алдын елестейтін ғаламат болды саған бұл ғой. Пенсияңды алып қасымызға көшіп кел. Мына балалардың қызына ортақтасып отырайық. Бұрын күш қайраттың барында біліне бермеуші еді. Енді қартайғанда басы ауырып балтырсыздақ болады. Әй кеңкелес, тыңдап отырсың ба? Иә де айта берсеңші. Айтсам сол. Ала қарға талтаң басып жақынырақ келіп тыңдады. Сауысқан быж-быж болып шықылықтап отыр. Мейлі, қайтеміз деп Медеу орнынан тізесіне сүйеніп тұрды. Алақанымен шалбарын қаққан болды. Болсын, бәрекелді, деді. Ауылға апарып балаңды докторға қаратып, тәуір болғаннан кейін қайтып әкеліп тастаймын өзім. Бәрекелді, мақұл, деді Медеу. Ағасын қолтықтап атқа мінгізді. Бала қалмаймын деп қолын созды. Медеу жерден көтеріп алып баланың мойнынан иіскеді. Айхай, деді. Не болды, деді ағасы. Әншейін. Баланы көтерген бойы ағасының қолына қондырды. Әй Медеу, мына мәдәлің қайда? Бұны балаға тап қойғаның несі, алып қал. Жоқ, тақсын. Мен бала дейсің бе? Құдая тоба, ол да соны Мәскеудің көрмесінен бергені. Алтын мәдәлі ғой, жындымысың өзің? Көрінгенге доп айтқа үлестіріп жатыр деп пен оны үкімет мә алып қал. Жә, тиме. Мырза тағатын нәрсе ғой, мырза тағатын. Мейлі, сен алып сандыққа салып қоярмын, деді ағасы. Торат астықтай аяғын сынап басып жүріп кетті. Анау фермен келгенде қойын қолынан тапсыр, өзім телешке жібергізем, деді артынан бұрылып ағасы. Болсын, деді Медеу. Қап ақымақ есернеме жатырқаған есей, сендер де ұдайы бізден жарақта жүрсіңдер де. Балалар жатырқап қалды. Есернеме, ой көке, ештеңе етпейді, есер болмай ел болмайды. Ал кемпір мұны ұсақ түйекті буып түйіп дайындала берейік, деді Медеу ағасын ұзап кеткенде. Қайда байғұс-ау, әлгі қайнағалардың қасынан көшіп баратын болдық. Жоға, құмға көшпеуші ме едік, жылда құмға. Әлгі ферме мәшинесін алып келіп қалар, кешікпей келіп қалар. Қап, әлгі жаман емеге үйреніп қалып едік, деді Медеу жаңыл арасына сіңіп кеткен салтаттың соңынан қарап. Әне бұл сөйтседен, деп шап етті Шынаркүл. Әлгінде ғана жылағаннан безер болып еді, енді сағынышқа келіпті. Дауа жоқ саған. Онан да мына бес теңді буыс қайнаға аман болса артымыздан серікті алып Торатқа мініп әлақ кеп қалады. Иә, кеп қалар. Серікжан да жатырқамас деп Медеу қарталы арқанымен теңді тарта буғанда Шынаркүл ақыры не байғұс сау арқаң үзесің бе, деді. Осы сен кемпір байқадың ба? Серікжан біздің жексенбіге тартқан ба деймін. Бауырды да тартса несі бар? Ол да жылау еді. Таратқан екен ғой. Сарыбай енді қашан алып келер екен? Үміт болмастан да өміршең.